Тұлым. Самайдан құлақтың алдына төмен түсе желбіреп тұрған бір айырым шашты тұлым дейді. Кейбірде тұлымшақ деп те атайды. Айдар, кекіл секілді тұлым қою да атам заманнан бар көне ғұрып. Кейбіреулер айтып, жазып жүргендей, ұл қызға сәби кезінде ғана тұлым қойылады деген жаңсақ сөз. Әсілінде тұлым қыздардың жасөспірім кезінен бастап ұзатылғанға дейін қойылатын шашы. 16 ғасырда өмір сүрген Доспанбет жыраудың зерлі орындық үстінде, ал шымылдық ішінде, тұлым шығын төгілтіп, сұлу сүйдім өкінбен дейтін жыр жолдары бойжеткен қызды айтып тұрғанын көрсетеді. Сол секілді қылқалам шебері, қазақтың әйгілі суретшісі Әбілхан Қастеев атамыздың өткен заман өмірінен салған суреттерінің ішінде тұлымды арулардың бейнелері көркем суреттелген. Ол кісі қазақтың байырғы тұрмыс тіршілігін, әдет ғұрып, салт санасын жетік білген, өйткені көзімен көрген. Сол көргенін кейінгілерге айнытпай жеткізген үлкен дарын иесі. Ерте дәуірде ұлдарға да тұлым жіберіпті. Тек қана хан, сұлтан, бек балаларына қойған екен. Соның бір айғағын Қамбар батыр жырынан кездестіреміз. Шекесінде Қамбардың бар екен алтын тұлымы, сұрап алған Құдайдан Әлімбай ханның құлыны деп ерекше әтеуірлеп, зарғып көрген жалғыз ұлға ырымдап тұлым қойғанын байқауға болады. Тұлым шаш қыздарды наздандырып, бұлай етіп көрсетеді, шырайына сән беріп, ажарландырып тұрады. Қазақ қыздарының тұлымы ұзатылар кезде жиналып, бұрымына қосылып өріледі. Бұл әке үйінің оң жағындағы қыз дәуренмен, еркін өмірмен қоштасудың бір белгісі. Тұлым шаш қою кәмшат бөрікке, үкілі тақияға, шашақты қасаба, моншақты сораба секілді бас киімдерге келісіп ақ тұрады. Ал ендігі жерде қалыңдық ұзатылады. Мұндай қыз киімдері әке үйінде қалады. Ол бір жігітке жар, бір елге келін болып, неке қиярда беташардай сәукеле киеді. Жыл бойы сәукеленің жібек желегін салады. Әлгі желегі түспеген деп жас келіндерді айтатыны осыдан шыққан. Қазір шаш сәндеу мәнерінде сәл-пәл басқашалау болғанымен қыздар тұлым жіберетін болды. Өкініштісі, мұны жастар бізге бейне бір батыстан келгендей қабылдап, бар жақсы тек солардан жеткендей көреді. Анығында ғасырдан ғасыр өтіп келе жатқан ата-бабамыздың төл ғұрпы екенін білгендері артық болмас деп ойлаймын.